Сол үшін біз ең соңғы сондай сәтіміздің өзін санап қылатын халға жетіп қаппыз, бауырлар. Бұл отырғандардың ішінде жоқ шығар, бірақ басқаларға айта барасыздар. Сондықтан Алла Субханала Тағала біздің әрбір істеген істімізден дүнияда өзімізге сауап болады, ата-аналарымызға сауап болады, дүниеден өткен бәріне сауап болады. Bir қабірдің басында Құран оқып тұрсам, баласы маған айтады: "Сіз мынау ровно по центру отырмадыңыз" дейді. По центру, тура ортаға отырмадыңыз дейді. Неге десем, сауап точно тисін дейді да. Мен айттым, сауабы тие береді, үстінен, астынан космостан оқи беремін мен. Сен уайымдама дедім. Сол сияқты сіз бен біз істеген бір ісіміздің өзін дұрыстай алмайтын болып қалыппыз да. Аллах Тағала сол үшін дүниядан бір адам қайтыс болса, biz plov pişirek adamga qaramiz birinchi. O sразу aytadi, 17 kilogram sabız, 25 kilogram may. Ey, birinchi moldani chaqirib so'ramaysizmi? Bunani islom bilan qalay jo'natay? Islom shariat bilan ne istayman? Bizda o islom последний o'rinda da. Последний o'rinda. O bo'lmaydi. Islom sizning bu dunyoda baxtingiz. O'lib ketsangiz balalaringizning baxti. So'zning oxirgi to'shqasi eğer ata-ana İslam'da bolsa, balalar baxtlı болады. Balalar İslam'da bolsa, ata-ana baxtlı болады. Qатын İslam'da bolsa, kuyövi baxtlı болады, kuyövi İslam'da bolsa, әйелі baxtlı болады.